Армысыздар құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Маңғыстау жақта тағы да үлкен наразылық болып жатыр. Осынау Маңғыстау жақ болсын, Қарағанды болсын, басқа да түрлі аймақтардағы наразылықтарды қарап отырып, менің есіме тағы да бір үлкен тарихи сабақ дейміз бе, тарихи қателіктер есіме түсіп отыр. Өйткені біздің қазақ тарихын ашсаңыз да, әлемдік тарихты ашсаңыз да, осындай бір елемеуге тұратындай нәрседен үлкен революциялар басталып кеткен болатын. Тізбелеп айтып беруге де болады, оны біздің Қазақстанның 30 жылдықтан астам тарихынан да айтып беруге болады, әлемнің тарихынан да айтып беруге болады. Енді әлемнің тарихын қозғамай, өзіміздің Қазақстаннан мысал келтірсек те жеткілікті. Негізінде наразылықтар болады, өтеді кетеді деп біздің билік көбінесе бас қатырмауы мүмкін. Бірақ кішкентай сөз бар ғой, бір шырпы тұтас орманды өртеуге қабілетті. Яғни бір ғана наразылық қаншама елдің трагедиясын алып келген жағдайлар болған. Мысалы 2011 жылды алып қараңыздаршы, 2011 жылдың оқиғасын билік ұмыта бастады ма сонда? 2011 жылы Маңғыстау жақтағы наразылық, жұмысшылардың талап тілегін орындамады. Ақыр аяғында не болды? Ақыр аяғында қаншама наразылық, қаншама адамның өлімі. Наразылықтың басында мән бермейді. Кейіннен ол ушығып, ақыр аяғында бақылаудан шығып кетеді. Соның нәтижесінде қаншама адамның өліміне алып келді. 2011 жылы Жаңаөзендегі оқиға бүкіл елдің төбе шашын тік тұрғызған болатын. Назарбаев билігінің кезінде қаншама жазықсыз адамдар қаза тапты. Жазықсыз адамдар қырылды. Жаңаөзен оқиғасы, былайша айтқанда, біздің үлкен трагедиямыз демеуге болады. Мемлекеттің, тәуелсіз мемлекеттің үлкен трагедиясы. Бұның бастауында әрине алғашқы наразылыққа шыққан адамдардың сөздерін ескермеу, оларды тыңдамау. Нәтижесінде не болды? Нәтижесінде қаншама жазықсыз адамдар қаза тапты. Араға шамамен 11 жылдай уақыт салып, 2022 жыл қаңтар оқиғасын алып қараңыздаршы. Былай қарасаңыз, елемеуге тұратындай нәрсе сияқты, сұйылтылған газ бағасының қымбаттауы Қазақстанда не қымбаттамай жатыр? Не қымбаттамай жатыр, айтыңыздаршы, не қымбаттамай жатыр? Ал сол кішкентай ғана сол сұйылтылған газ бағасының қымбаттауы қаңтар оқиғасының басталып кетуіне, тұтанып кетуіне түрткі болды. Артынша бұл мемлекеттік төңкеріске дейін жалғасып кетті. Ал оған не себеп болды? Түп тамырын қазып келгенде, бұның барлығы әлеуметтік мәселелерден. Халықтағы бағалардың тым қымбаттауы, азық-түліктің, тұтынатын тауарлардың бағасының шарықтауы, инфляция, жылдар бойы жиналған жемқорлық, әлеуметтік мәселелер, бұның барлығы айналып келіп халықтың ашу-ызасы, оны басқа да күштер пайдаланып, ақыр аяғында бұл мемлекеттік төңкеріске дейін алып келді. Қырғын шайқастар болды, қаншама жазықсыз адамдар қаза тапты, арасы 11 жылға жуық уақыт. Бұл да елемеуге тұратын нәрсе еді. Бірақ олай болған жоқ. Бұның да арты үлкен көтеріліске алып келді. Төңкеріске алып келді. Тіпті билікті төңкеріп тастағысы келді. Халықтың наразылығын осындай мақсатта пайдаланып кетті кейбір күштер. Негізінде қаңтар оқиғасынан кейін билік үлкен сабақ алды ма деп ойлаған едім. Алайда бұдан да тиісті қорытындылар шығармай жатыр билік. Өйткені қаңтар оқиғасы нені көрсетті? Елімізде қордаланып қалған мәселелердің қаншалықты халықты ашындыратын деңгейге жеткенін. Байлар байыған үстіне байып, кедейлер кедейленген үстіне кедейленіп, тапқаны айдан айға тамағына жетпей, оған кредит алып, кредитке белшеден батқан халық, шалқақтаған олигархтар, тіпті Тоқаевтың өзі айтқан болатын, санаулы адамдардың қолында еліміздің жарты байлығы. Бұл масқара жағдай елімізде тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді. Табиғаттың өзі тепе-теңдікті сүйеді деген сөз бар ғой. Ол билік болсын, ол кәдімгі әлеуметтік қатынастар, саяси қатынастар барлығы да теңдікті жақсы көреді. Ал бізде керісінше, байлар байыған үстіне байып, кедейлер кедейленіп,
тапқаны айдан айға әзер жетіп, тіпті жетпей кредит алып тамақ сатып алу үшін. Бұндай жағдайлар расында да халықтың ішінде қордаланған мәселелердің қаншалықты деңгейге жеткенін көрсетеді. Бірақ біз бұдан тиісті сабақ алдық па? Бұның барлығы неге әкеліп тіреледі? Неге бізде көбінесе толқулар Маңғыстау жақта болып жатыр? Бұның барлығы экономиканың мұнай газға, шикізатқа байланғандығының тағы бір көрінісі. Мұнай газға байланған мемлекеттердің тағдыры трагедиямен аяқталған. Алысқа барудың қажеті жоқ. Кеңестер одағының құлауына да экономикалық артта қалу, іріп шіріген жүйе, оны жаңартуға деген бейімділіктің болмауы, кеңес көсемдерінің мына 5 жылдық 10 жылдықтар жоспарының күл талқаны шыққанын көрсетті. Сібір жерінде, мына Қазақстандағы ембі жерінде мұнай атқылаған кезде қалай қуанса, сол мұнай баққа емес сорға атқылады деуге болады олар үшін. Өйткені неге? Сол мұнайдың пайдасына қарық болып, мұнайдан түскен табыспен қарындарын қампайтқан кеңестік көсемдер оның соңы неге алып келетінін тіпті түсінбеді. Бұның барлығы айналып келгенде шикізатқа тәуелділікке алып келді. Бұны Америка Құрама Штаттары капиталистік мемлекеттер жақсы түсінді. Хрущевтің тұсындағы даңғаза ұрандардың күлі көкке ұшты. Кукуруз ұстап мәз болған Хрущевқа Америкаға барғанда пепси ішкізіп жіберді. Бұның барлығы айналып келгенде капиталистік мемлекеттердің жеңісін көрсетіп жатты. Ауық. Шетелде джинсы киіп жатты, магнитофон тыңдап, жаңағы әлемдік джаз музыкаларын тыңдап жатқанда кеңестер одағының халқының жағдайын өздеріңіз жақсы білесіздер. Қандай жүйеде өмір сүргенімізді. Ал оның нәтижесі кеңестер одағының былайша айтқанда іріп шіріп құлауына алып келген болатын. Рейган мен Горбачевтың тұсында өзгеріске деген талпыныстар жасалғанымен, тіпті Рейганның өзі Москвадағы университетте лекция оқуға рұқсат алады. Ойлап қараңыздаршы, капиталистік мемлекеттердің көшбасшыларының бірі коммунистік елде, коммунистердің жүрегі Москвада лекция оқуға, нарықтық экономика туралы лекция оқуға, ашық экономика туралы лекция оқуға әбден жабылып, шомылып, жаңағыдай изоляцияға түскен мемлекетте, кеңестер одағында нарықтық экономика туралы лекция өтті. Горбачев бұған қарсы болған жоқ. Ал бұның барлығы нені көрсетті? Капиталистік мемлекеттерінің дұрыс экономикалық саясат жүргізгенін көрсетті. Ақырында не болды? Кеңестер одағы сол дағдарыстан Горбачевтың қайта құруына шыдамай, былайша айтқанда, қирап қалды. 91 жылы кеңестер одағы қирады. Тәуелсіз мемлекеттер пайда болды. Олардың барлығы дерлік нарықтық экономикаға көшті. Бірақ сол қателікті сол дәуірде өмір сүрген Назарбаев қайталады. Тағы да экономикамыз мұнайға байланды. Мұнай, газ, түрлі шикізат, алтын, күмісің бар. Қазақстандағы Менделеев кестесіндегі қымбат металдар, ураның бар, басқаң бар. Соның барлығынан түскен табысты 30 жыл бойғы шамамен 30 жылға жуық билігі дәуірінде шетелге шашты, әншілер шақыртты, ақыр аяғында жиын конференциялар өткізді шетелге мақтану үшін. Ал халықтың тұрмысы одан әрі нашарлай берді. Сөйткен Назарбаевтың кезеңі 2019-ға дейін жалғасты. 2022-де қаңтар болды. Қаңтар оқиғасы, бұның барлығы әлеуметтік артта қалу, халықтың жағдайының құлдырауы, экономикамыздың әл ауқатының шикізатқа байлануына алып келген болатын. Назарбаев кеңестер одағының қалай құлағанын көрген адам, соның басы қасында жүрген адам, Горбачевтың қасында жүрген адам. Сөйте тұра, тәуелсіз мемлекеттің басшысы бола тұра, тағы да сол қателік жасады. Тағы да тәуелсіз Қазақстанның экономикасы мұнай газға, шикізатқа байланды. Соның зардабын біз әлі күнге дейін тартып келе жатырмыз. Қазір Тоқаевтың билігі болғанымен біз экономикамызды мына шикізаттық бағыттан алыстатамыз дегенімізбен, яғни шикізатқа байланбаймыз дегенімізбен әлі күнге дейін соның зардабын тартып келе жатырмыз.
қазіргі кезде бюджеттің кірістерін есептейтін кезде бізде әлі күнге дейін мұнай осы жылдан кейін осынша болуы мүмкін деп бюджеттің жоспарын дайындағанда мұнайдың бағасымен, мұнай газдың шикізаттың бағасымен есептейтін жағдайдамыз. Ғылыми жаңалық, ғылыми жетістіктер, адам капиталы дегендер қайда қалды сонда? Бұның барлығы айналып келгенде шикізатқа тағдыры байлаулы мемлекеттің ұзаққа бармайтыны. Сіздерге тағы да бір үлкен мысал келтіріп берейін. Қазір Ресей-Украина соғысы кезінде Трамп мына Ресейді қалай қалтыратып отыр? Білесіздер, сайлауға түсіп жатқан кездің өзінде айтқан болатын. Мұнайды өндіреміз деп. Бұл нені білдіреді? Бұл Ресейдің жері әлемде бірінші орын алғанымен, оның экономикасы мұнай газға, пайдалы қазбаларға, шикізатқа байлаулы екенін көрсетті. Мұнайдың бағасын түсіріңдер, сонда бір күнде тоқтайды деді. Сонда бірден тоқтайды деді Ресей-Украина соғысы. Көрдіңіздер ма? Саясатта осындай әдісті қолдану арқылы тұтас мемлекетті ашса алақанда жұмса жұдырығында қалтырататын әдістің бар екенін. Ал біз экономикамызды қашан осынау шикізаттан тәуелді емес жағдайға жеткіземіз? Қашан біз қалтырамай өзіміздің саясатымызды жүргізе аламыз? Мұнай қашан құлдырайды екен, мұнай қашан көтеріледі екен деп соған телміріп қарап отырмайтын күнге қашан жетер екенбіз? Қай президенттің тұсында жетер екенбіз?